Қандай жағдай болса да шынайы бол. Жақсы көрмесең, жақсы көрмеймін деп айт. Қаламасаң, қаламаймын де. Келе алмасаң, келе алмаймын де. Сылтау таппа. Ішіндегін айт. Бәрі шынайы болғанда ғана бақытты боласың. Адамдардың өмірде не қалайтынын білмегендігінің ең басты себебі ол өзін танымау болып табылады. Сіз ең соңғы рет өз-өзіңізбен жалғыз қалып, мен кіммін, қайдан келдім, қайда бара жатырмын деп қашан ойланып көрдіңіз? Өзіңіздің әрекеттеріңізді дұрыстап істеп жүрмін ба? Әлде қате жасап жүрмін ба? Неге олай жасап жүрмін деп сараладыңыз ба? Өзіңіздің не қалайтыныңызды, қолыңыздан не келетінін, қазір қандай жағдайда жүргеніңіз туралы білесіз бе? Өзін өзі танымаған адам компасы жоқ кеме сияқты. Өзінің жүзетін бағытын білмейді. Жетістіктің ең басты қадам өзінің кім екеніңді, не қалайтыныңды, қолынан не келетінің туралы ойланып, өзіңді танудан басталатынын ұмытпа. Адамның есейіп, ер болғанының белгісі жауапкершілік ала білуі. Тарихта қалған ең ірі тұлғалар өздеріне өзгелер арта алмаған жауапкершілікті арта білгендер. Жауапкершілік ала білу дегеніміз ол өз-өзіне сену, жеке тұлға ретінде қалыптасқанның белгісі. Себебі жауапкершіліктен өз ойы жоқ, басқалардың ойына тәуелді қайратсыз адамдар қорқады. Түрлі идеяларыңды, өз ойларыңды жүзеге асыру үшін мен не істей аламын, менің қолымнан не келеді деп жауапкершілік алмасаң, ойың тек қана ой болып қала беретінін ұмытпа. Бос жылтырақ дүниелерге қызықпа. Адал еңбек етіп, білім алсаң, береке разық өз келеді. Дүниенің артынан қуған ешқашан ештеңеге риза бола алмайды. Өмір құр уайыммен, қызғанышпен, қорқынышпен өтпек. Алыстағы сағымды армандап, жанындағы бақытты көре алмайды. Бақытты өмір дегеніміз ол жүрек тыныштығы. Жүрек тыныштығы ол қанағатшылдық. Қанағат қарын тойдырар, қанағатсыз жалғыз атын сойдырар. Үміт дегеніміз өмірге деген құштарлық. Барлық нәрседен сағым сынып, еңсесі түскен адамның ең соңғы сенетін үміт шырағы. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Кейбір күткен дүниелердің болу ықтималдылығы төмен болса да, болу мүмкіндігі бар екенін ұмытпа. Үміттену деген барлық нәрсе Алланың қалауымен болатынын, Алланың құдіретінің шексіз екеніне сену. Үмітсіз тек шайтан ғана. Өмір бар жерде үміт те бар екенін ұмытпайық. Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады. Бауыржан Момышұлы. Бір іске, жұмысқа кірісерде ішінен білмеймін, үйрене алмаймын, ұмытып қаламын, қолымнан келмейді деген үрейлерге өзіңді жеңгізбе. Білемін, істеймін, үйренемін деп өзіңе деген сенімділік таныт. Барлық нәрсені бірден біліп жүру мүмкін емес екенін ұмытпа. Өзіңе сенімді болып, талаптансаң, білмеген нәрсені үйреніп алу
жеңіл түседі. Ал жүрегінің түбіне кішкентай бір үрей алмас. Ол сол уақытқа дейін біліп үйренгеніңді сол мезетте жарамсыз қылады. Көз қорқақ, қол батыр екенін ұмытпа. Кейбір адамдар жақсының сүрінгенін көріп қуанып, елге жариялауға дайын тұрады. Ол надандық, әлсіздіктің белгісі. Күшті адамдардың ең басты нысанасы өз надандығын, өз напсысын жеңу, өз мақсатына жету. Өзгелерден шаруасы болмайды. Надан, әлсіз, жігерсіз адамдар өз қолынан келмейтінді, өзгенің қолынан да келмесе де екен деген қызғаныш сезіммен дос болады. Өзін дамытып, әрекет жасаудың орнына басқа адамдардың сүрінгенін сынап, өсектеп, төмендету арқылы өзін жоғарылатқанды жақсы көреді. Жығылып жатып, сүрінгенге күлетіндерге көңіл аударма. Егер де бір шешім қабылдап, немесе бір іске кіріссең, өзгелердің айтқан сын сөздері еңсеңді түсірмесін. Сол тақырып бойынша мамандармен ақылдас, білім ал, кітап оқы, ой таразысына салып есепте. Қалпыңа, адамзатқа пайдасы мол, зиян тимейтін болса күмәнданба. Адамгершілік, адалдық, иманның алдында ғана есеп бер. Бұл сенің өз өмірің, өз жауапкершілігің. Жасаған шешімінің ащысында, тәттісінде өзің көретініңді ұмытпаған. Бір іске кірісуге дайын екеніңді өзің ғана сезе аласың. Өзгені бей-берекет сынай берме. Жек көретін адамың болса да, белгілі бір істің маманы арқылы сын, ой немесе сөз айтса, ақылына салып тыңдап көр. Саған ұнамайды немесе сенің көз қарасың мен ақиқат сөзге қиянат үйлеспейді екен деп жасамауға тырыс. Кейде ойламай айтылған жалған сын адамдар арасында үлкен алауыздық тудырып, адамдардың өміріне зиянын тигізуі мүмкін. Сол үшін сынамас бұрын сол мәселе бойынша оқып біліп, мамандармен ой бөлісіп, ақ қарасын ажыратып, ой таразысынан өткізіп көр. Егер де пікір расымен бұрыс болса, жұмсақ тілмен ақырындап түсіндіріп көрген абзал.